Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін назарларыңызға міне осындай жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Ең алдыменен бізге жылы суымыздың үстіне тұзымызды қосамыз және алдын ала ыстық суда ерітілген сары майымызды қосып, оның үстіне ашытқымызды қосамыз және разрыхлитель тестаны қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Одан кейін ұнымызды салып, қасықпенен араластырамыз. Араластыру қиындай түскен сәтте қолымызбенен алып, ортасында комочкиларын қалдырмай жақсылап илейтін боламыз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашып көтерілді. Ашыған қамырларымызды 100 және 500 граммдай етіп мөлшерлеп, дөңгелек формасын беріп, 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Жұмсақ қамырларымызды листтің үстіне төсеп, ортасынан қолымызбенен басып, шығатын боламыз. Шет жақтарын өте қатты жұқартып жібермеңіздер. Одан соң ортаңғы жақтарын шанышқының көмегімен басып шығамыз. Бұл оның пісу кезінде ісініп кетпеуі үшін жасалынады. Бетіне жұмыртқасын жағып, бетіне мак немесе күнжітінді сеуіп, 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Және келесі қалған қамырдан нанның формасын беріп, ортасын шанышқының көмегімен басып шығамыз. Бұл қамырды да 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің нанымыз дайын. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.